де разымын. Ержан аға өзіңізбен танысқанға қуанышты болшымын. Еңбектеріңіз жана берсін. Енді мен енді былай көсіліп, бір керемет, майын тамызып сөйлейтін азаматтардың қатарында емеспін. Жалпы өзім ортаға шығып, санаулы миллион адамдардың бірі емеспін. Жақсы көретін, ондай жоқ. Шақырған жерге бармауға тырысамын. Оның себебі өйткені комплекс деген нәрсе болса, мен мақтанамын. Не айтамын мысалға. Өзіммен өзім жүрген журналистердің бірімін. 2012-де Қазақ ұлттық университетін құдайға шүкір бітірдік. Орынтай байларға рахмет, сол кісілердің арқасында. Содан кейін әрине әртүрлі телеканалдарда қызмет жасадым. Сосын телеканалда өкінішке орай сыймадым, себебі мені сыйдырмады. Ол жерде жаңа шет жағасын айтқандай, қасыңа орыс журналисті қосшы береді. Ол журналист өзіңмен бірге жүреді, бірақ сенен қарағанда көйлек айлық алады. Сосын өзің тақырып іздейсің, ол да айназар қасық болып, содан кейін көзқарас екі түрлі. Басшылық, сен деген осындайсың, сен мынандайсың деген сөз айтады. Кейіннен ол басшылық бізді қорғай алмайды, сол кісілердің алдында. Содан кейін көрмеген телеканал қосып, есігін тас жауып кеткен жайым бар. Содан кейін міне 2019 жылдан бері осы ютубтамын. Енді бір тырнақтай бір дүниелерді шығарып жатырмын. Сұмдық жұрттың алдында мен бірінші нөмірмін деп айта алмаймын, ондайым жоқ. Әйтеуір көптің біріміз, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес талаға дейді. Солай жүріп жатқан жағдайымыз бар. Енді айтатын болсам, 300-ге жуық адамнан сұхбат алған екен. Ол жерде респонденттер әртүрлі болды. Мен өзім сондай бір әртүрлі адамдар шақырған жақсы көремін. Арасында шынымен де өзімнің қисықтығым да бар. Оны өзім әдейі жасаймын. Мен өйткені бағана айтқанымда бір әдемі болып көрінгім келмейді. Сондай бір бағытта бағанағы 300-ге жуық жасаған сұхбатымның ішінде соның бір 20% сондай болса, сол 80% сол басып кетіп жатады. Шынын айтып көреді. Бірақ мен енді сұхбаттарымда бірі білсе бірі біле бермейді. Жалпы 5 адамнан сұхбат алсам, соның біреуі бір шарапат жасағым келеді, жақсылық жасағым келеді. Соны мысалға күні кеше Алмас Өтешев деген бізде өздеріңіз білесіздер, екі дүркін әлем чемпионы болды, Азия чемпионы болды. Сол азамат жалпы мынау ішкілік дейміз ғой, соған салынып жаңағы кішкене өмірі бір дұрыс емес жолға түсіп кетті. Күзетші болып жүр екен, оны мен естіп бардым. Содан кейін эфирға шығардым, одан кейін 6 ай емделді, арағын қойыпты. Міне күні кеше Қызылорда облысының әкіміне рахмет, сол сұхбатты көріп, Қызылордаға шақырып, қызметке тұрғызды ол азаматты. Одан бөлек бір жақсы жаңалық бар, яғни Қызылорда облысында осы Қырымбек мырза өзі басқарып тұрған кезде, сол кезде 17 спортшыға үй берген екен, ол үй адамның атына жазылмайды екен спортшы, мемлекеттің балансында тұрады.